Сәлем жас физик, бүгін біз формула теоремдерге қатысты алғашқы сабағымызды өтетін боламыз. Сонымен көпке созбай бастайық. Жалпы формулаға қатысты 4 әдіс ұсынылып келіп отыр. Ол үшбұрыш әдісі және сандарды қою, пропорция және кері пропорционал. Соңғысы өте ең қызықтысы және қиын есептерде өте қатты көмектесетін болады. Жалпы үшбұрыш әдісін үйренетін болсақ, ең хитовый әдістердің біреуі неге десеңіз, бұл енді үш шаманы негізге алып жаттауға арналған әдіс. Енді бұны қалай қолданамыз? Жалпы мұнда ең керектісін үстіне жазамыз. Мысалы S-ті алатын болсақ, V, T астына түсе қалады. Енді бұл форманы қалай түрлендіруге болады десек, енді мынандай ережені білу керек. Мына S осы екеуінің арасында бөлу тұрады, және тура сол сияқты T-ның арасында тоже бөлу тұрады. Яғни V T-ның жанында қосылып тұр ғой, оны бізде енді көбейтілу деп аламыз осы екеуінің арасын. Сонда бізде осы жерден S-ті табатын болсақ, S тең деп болсақ, S-ті белгісіз деп есептейтін болсақ, тапсырмада V көбейтілген T бола қояды екен. Ал егер біз осы жерден V-ны табатын болсақ, V тең S пен T-ның арасында бөлу таңбасы тұр. Сол себептен S бөлінген T болмақ. Тура сол сияқты, егер біз осы жерден уақытты табатын болсақ, онда S пен V-ның арасында бөлу таңбасы тұр. Сол себептен бізде S бөлінген V, яғни жолдың жылдамдыққа қатынасы болып кетеді екен. Келесі, осы әдісті ең көп қолданылатын тақырып ол бізде Ом заңы деп аталады. Бұл енді осы кернеу және де тоқ күші кедергі арасындағы байланыс қой. Осы жерде мысалы кернеуіміз жоғарыда тұр әрқашан, және де тоқ күшіміз және кедергі сол екеуінің астында тұрады. Егер бұлардың байланысын қарайтын болсақ, тоқ күшіміз бізде кедергі көбейтіліп кететін болады, ал кернеу әрқайсысына бөлінеді. Мына көріп тұрғаныңыздай, жерде кернеу табатын болсақ, тоқ күшін кедергі көбейтеміз. Тоқ күшін табатын болсақ, онда біз кернеуді кедергіге бөлеміз, және тура сол сияқты кедергіні табатын болсақ, онда біз кернеуді тоқ күшіне бөліп тастауымыз қажет болады екен. Енді осыған қатысты бір айта кететін жайт, тек қана бұл үшбұрыш әдісі үш шама арасында ғана емес, 4 немесе одан да көп шамалы арасында байланыстыруға болады. Мысалы, біздің жағдайымызда, Q тең CM дельта T, яғни жылу құбылысына қатысты формула. Айталық, бұны қалай істеуге болады? Сау болайық, үшбұрышты үлкейінеді. Үстіне жылу мөлшерін саламыз. Бірақ астына 3 бөлік келтіреміз. Яғни S, M, дельта T. Айталық, осы жерден бізге меншікті жылу сыйымдылық белгісіз деп алатын болсақ, онда Q үстінде тұр, және масса, байқасаңыздар, мына температура өзгерісіне көбейтіліп тұр. Егер тура сол сияқты біз массаны табамыз десек, онда міне қоршап алайық. Яғни Q үстінде тұрады, және меншікті жылу сыйымдылық температураны өзгерісіне көбейтіліп кетеді екен. Міне осылай, яғни тек қана үш шамаға ғана тәуелді екенін ойлап қалмаңыздар, 4 одан да көпке жатыстыра беруге болады екен. Келесі, бұның енді міне көрнекіліктері келтіргенде ойлаймын. Бұл енді қуат және де тоқ күші және кернеу арасындағы байланыс. Осы жерден мысалы қуатты табатын болсақ, онда тоқ күшіміз кернеуге көбейтіледі. Ал егер осы жеріміз тоқ күшін белгісіз деп алатын болсақ, онда көріп тұрсыздар, қуат кернеуге бөлінгені, бөлу таңбасы тұр. Сондықтан қуатты бөліп тастаймыз кернеуге. Тура сол сияқты, егер біз кернеуді белгісіз деп алатын болсақ, онда біз қуатты тоқ күшіне бөліп жіберетін боламыз. Үйреніп алыңыздар деген үміттемін. Енді есептер шығаруда қолданса қалай болады екен ұбт кезінде. Міне қуаты бізде 480 ватт шайнек, тұрақты 2 ампер тоқ күшінде жұмыс жасайды. 2 ампер тоқ күшінде жұмыс жасайды. Шайнектің тұтынатын кернеуі қанша деп сұрап отыр. Негізінде біз шайнекті қосамыз 220 вольтқа. Бірден ақ солай белгілеп кетуге болады негізінде. Бірақ біз оны шығарайық. Әне біз үшбұрыш әдісін қолданайық. Қуат және де тоқ күші жанында кернеу. Яғни тоқ күші бізде кернеуге көбейтіліп тұр. Осы жерден біз кернеу табуымыз керек. Мұнда қарайтын болсақ, қуат пен тоқ күшінің арасында бөлу таңбасы болу керек. Сызық тұр ғой. Сол себептен біз осы жерден кернеу табатын болсақ, қуатты тоқ күшіне бөліп тастауымыз қажет
болады екен. Яғни 480-ді бөлеміз 2-ге. Сонда бізде 240 вольт кернеу беріп кетеді екен. Сонда жауабымыз С болады. Мінекей осылай. Тағы бір есеп шығарып кетсек, тағы да 3 бұрышқа алайық. Бірінші қанша бөле екенін біз білмейміз, бірақ мұндай серпімді жіпті бойлай 30 метр секунд жылдамдықпен таралған бойлы тоқының тербеліс периоды 0,5 секунд. Тоқын ұзындығын сұрап отыр. Яғни бар жоғы 3 шама. Бұл формуланы осы түрде жаза аламыз. Лямбда үстінде, жылдамдықпен период астында. Хитовый формулаға негізінде. Міндетті түрде бағалап келетін формула жаттап алыңыздар. Осы жерден біз лямбданы табатын болсақ, лямбданы белгісі деп алсақ, онда лямбда тең көріп тұрсыздар, жылдамдық мұнда периодқа көбейтіліп тұр. Сондықтан бізде жылдамдық көбейтілген период. Табатын болсақ, 30 көбейтеміз 0,5 тең болады. Әрине енді 30-0,5-ге көбейтетін болсақ, 15 метр шығып кетеді екен. Енді осы формулаларды өздеріңізге келіп жазбасаңыздар болады. Кез келген формуланы жаза беріңіздер, және де түрлендіруге практика жасаңыздар. Мен қазір осы жерде 5 формулаға түрлендіріп беріп кетейін. Қандай жағдайлар бойынша. Сіз міндетті түрде бақылап отырыңыз. Осы жерден біз S табатын болсақ. S тең екеуі көбейтіледі. Егер осы жерден мен қазір тығыздық табатын болсам, тығыздық тең масса мен көлемнің арасында бөлу тұр, яғни сызық тұр. Масса бөлінген көлем. Үшінші формулада мен G табатын болсам, салмақтың формуласы ғой. G тең салмақ пен масса арасында бөлу тұр. Салмақ бөлінген масса. Астыңғысына кетсек, біз осы жерден біз ауырлық күшін табатын болсақ. Ауырлық күші тең масса мен G көбейтіліп тұр. mg. Ал соңғы формулада енді бізде P тең ρ G h деген формуладан h-ты табатын болсақ, онда көріппіз ρ G-ға көбейтіледі. Бірақ ол P үстінде. Сонда бізде h тең P бөлінген ρ көбейтілген G. Мына осы күйде түрлендіре беріңіздер, практика жасаңыздар. Келесі әдіс ол бізде сан қою әдіс деп аталады. Өзімде қолданған әдіс мектеп кезінде, мысалы айталық, кейде болып жатады, мысалы қарапайым формамен түсіндіре берейін. В тең болады S бөлінген Т. Кейде осы жерден S-ті табу керек болады, бірақ формула түрлендіруден қиналатын оқушылар бар. Мінекей, енді істейміз, осы кезде санмен ойна. Яғни, мысалы, В-ның орнына 10-ды бере сал. Неге 10 деген сұрақтар қоймай қойыңыздар, енді кез келген сан бере беруге болады. S-тің орнына мысалы X деп алайық. Осын бөлінген Т-ның орнына мысалы 2 деген сан бер. Енді ойлаңыздар, қай санды 2-ге бөлсек 10 шығады. Әрине сіз бірден жауап бересіз 20 деп дұрыс па? Не істедіңіз? Сіз 10-ды 2-ге көбейттіңіз. Мәселе осында ғой. Тура сол сияқты мына жерден S-ті табу үшін X пен S екеуі бір орында тұр, яғни жоғарыда тұр. Осы жерден S тапсаңыз, V көбейтілген Т болмақта. Мына осылай түрлендіріп алуға болады. Тағы бір мысал келтірейін. Айталық, ρ тең масса бөлінген көлем. Айталық, осы жерден сізге көлем табу керек болсын. Асықпаңыз. 10 тең болады. Айталық, мысалы 30 бөлінген X деп бар. Қай санды 30-ды қай санға бөлсеңіз 10 шығады. Бірден жауап бересе 3 деп. Қалай істедіңіз? Сіз мына жерден 30-ды бөліп тастадыңыз 10-ға да. Сонда сенде 3 шықты. 3 осылай шықты. Тура сол сияқты мына X пен V-ның орнына бір орында тұр ғой, яғни астында тұр ғой. Яғни біз V тең дейміз де, масса бөлінген тығыздық дейміз. Келесі бір есепті тапсырманы алайық. Мысалы, 3 ғана емес, 4 болсын. Айталық, мысалы, жерден Q тең Sm дельта Т. Осы жерден айталық, массаны табу керек болсын. Масса белгісіз болсын. Сан мәндерін қойсаңыздар, яғни кез келген сан мәні. Кейде ол есептің өзін белгілегенде болады, бірақ кейде ыңғайсыз болады. Сондықтан аз сандармен жұмыс істейік. Мысалы, С тең болсын 2, массаны X деп алсақ, және мұнда көбейтулер бар, және көбейту 5 деп қояйық. Сонда 2 мен 5 көбейтіліп, бірден айтасы 2 мен 5 көбейтіліп 10, X тең 3 деп айта аласыз. Бірақ қалай табылды? X тапқан кезде 30-ды 2 мен 5-тің көбейтісіне бөліп тастаңыз ғой. Тура сол сияқты. Яғни біз осы жерде массаны тапқан кезде, яғни жылу мөлшерін, меншікті жылу сыйымдылығын көбейтеміз
температура өзгерісіне. Мына осылай сан қою әдісін қолдануға болады, қолданыңыздар, және ол жұмыс жасайды. Мына есебін шығаратын болсақ, фотон импульсы 2 көбейтілген 10-27 дәрежесіне килограмм метр секунд болатын ультракүлгін сәулесінің тоғын ұзындығы қандай деп сұрап отыр екен. Енді бұның формуласын білу керек болады. Яғни фотон импульсы H бөлінген лямбда. Мысалы сен осыда білмедің деп ойлайық мысалы. Осы жерден лямбдадан табу керек бізге. Не істейміз? Бағананы формула қолданамыз. 10 тең 30 бөлінген x. X тапқан кезде 30-ды 10-ға бөліп тастаймыз. Тура сол сияқты лямбдадан тапқан кезде біз H-ты бөліп тастаймыз импульсқа. Қалған енді есеп енді. H бізде 6,63 көбейту 10-ның минус 34 дәрежесін бөліп тастаймыз 2 көбейту 10-ның минус 27 дәрежесіне. Сан бәндері келетін болса, енді 6,62-ге бөлсек 3,3 қой. Сондықтан С жауабын белгілеп ары қарай кете барамыз. Келесі әдіс ол пропорция әдісі. Ең оңай әдістердің біреуі. Неге? Өйткені біз X әдісін қолданамыз. Мысалы айталық, көп есептерде бұл гидравликалық пресс қой. Паскаль заңын орындалады айтпақшыдай. Енді осы жерден F2-ні табу керек болады. Не істейміз? X әдісін қолданамыз. Мінекей. Осы жерден F2-ні табатын болсақ, F2 тең болады. F1-ге S2-ні көбейтіп бөліп тастаймыз S1-ге. Есептері бұл өте керек болды. Мысалы, жерде трансформатор. Айталық, өзін жазып алайын, көшіріп, U1 бөлінген U2 тең N1 бөлінген N2. Осы жерден кейде N2-ні сұрап жатады. N2-ні тапқан кезде біз аламыз, X әдісін қолданамыз. Яғни, біз U2-ге көбейтіп N1-ді бөліп тастаймыз U1-ге. Кейде, мысалы, мынандай жағдайда кезгелді. Мысалы, U1 бөлінген U2 тең N1 бөлінген N2. Айталық, кейде U1-дің өзін сұрайды, мысалы. Бұл кезде не істейсің? Үстінде тұр ғой деп айтуларыңыз мүмкін. Қорқатындығы жоқ, тағы да X қолданамыз. Яғни, қайтадан U1 табатын болсақ, U2-міз N1-ге көбейтіліп, мұнда N2-ге бөліп кетеді екен. Бітті? Енді есепте қолдансақ, айталық биіктігі 8 см, нәрседен жинағыш низаға дейін арақашықтығы 20 см дейді. Яғни биіктігі 8 см нәрсе жазып алайық соны. Нәрсенің биіктігін біз кішкентай ашпен белгілейміз, оптикалы 8 см. Оған дейінгі арақашықтық, яғни денеден низаға дейін арақашықтық бізде d әрпімен белгіленеді 20 см. Линзадан кескінге дейін арақашықтық ол бізде кішкентай f-пен белгіленеді 15 см. Және кескінің биіктігі ол үлкен H. Енді бұл қандай формула есептеледі десек, формуланы жатқа білу керек болады, балалар. Яғни ұлғайту тең болады, яғни сызықты ұлғайту тең болады. Кескінің биіктігін бөлеміз дененің биіктігіне, және кескінге дейін арақашықтықты бөлеміз денеге дейін арақашықтықты. Осы жерден бізден сұрап жатқаны кескінің арақашықтығы, кескінің биіктігі қандай дейді. Енді тура X әдісін қолданамыз, пропорция. Яғни бізде H-ты табатын болса, үлкен H. Кішкентай f-ті кішкентай h-қа көбейтіп d-ға бөліп береміз. Қалған есеп. Так, бізде сонда 15-ті көбейтіп 8-ге сантиметрден алмай қойын, бәрі жауап сантиметрден берілген. Так, бөлеміз d. d бізде 20-ға тең. Екеуін көбейтсек 120 сантиметр квадрат, енді так, мұнда 20 сантиметр. Қысқарат, 12-ні 2-ге бөлсек 6 сантиметр шығады екен. Пропорция әдісінде қолданып жүріңіздер. Және бізде соңғы әдіс, бұл бізде кері пропорция әдісі. Өте бір хит болған әдіс деп есептеймін. Наңғарыңыздар. Жалпы Ом заңына тұжырымдама келтіретін болсақ, тізбектегінің бір бөлігіндегі ток күші кернеуге тура пропорционал. Ал кедергіге кері пропорционал дейді. Мен айтпағымнан, егер бір шама келесі шамаға кері пропорционал болатын болса, және бізде осы жерде мысалы R-ді тап дейтін болса, онда орындарын ауыстыра сал. Яғни сен мысалы осы жерден R тең U бөлінген I деп жазсаң болады. Яғни бағана пропорция бір бөлінген деп ешқандай қажет жоқ. Кері пропорционал көрдің, орындарын ауыстыра сал. Жасайын. Орындарын ауыстыра сал. Егер кері пропорционал болса. Есепте қолданып көрейік.
Мысал айталық, өткізгіштен 100 миллиампер айналдыру керек болады. Ток өткенде өткізгіштің ұштарындағы потенциалдар айырымы 1,5 вольт болды дейді. Өткізгіштің кедергісі дейді. Енді потенциалдар айырымы дегеніміз негізінде ол кернеу ғой, кернеуді береді. Енді берілген жазылатын болсақ, I тең болады 100 миллиампер дегеніміз, енді милли деген оның 3 дәрежесі ғой, яғни мыңға бөл деген сөз. Бізде сонда 0,1 ампер болып кетеді екен. Және кернеуіміз бізде 1,5 вольт болып тұр. Осы жерден бізден кедергіні сұрап отыр. Ом заңын біз білеміз. U бөлінген R екенін білсек, екеуі бізде кері пропорционал. Онда орындарын ауыстыра саламыз. Яғни R тең U бөлінген I дей саламыз. Сонда бізде 1,5-ті бөліп тастасақ 0,1-ге тең болады 15 ом шығады екен. Сонда жауабымыз D жауабына сәйкес келеді екен. Әрине бізде осы сабақта кішкене квадраттары бар, көрсеткіштері бар, түбірлері бар, формула түрендіріп үйренген жоқпыз. Ол енді келесі сабақта деп сендіреміз сіздерге. Енді тағы да бір кері пропорционалдың керемет мүмкіндігін көрсетіп кетейін бір есеппен. Мұнда кинетикалық энергиясы 9 джоуль. Импульсы 3 килограмм метр секунд. Дененің массасын тап дейді. Енді берілген жазбай қойын, бұл жерде негізінде мынандай формула бар. E кинетикалық тең импульстың квадратын бөлеміз 2 массаға. Көрдіңіз бе? Енді осы екі жошы жерде кинетикалық энергиямыз массаға осы формулада кері пропорционал. Тура бағана R сияқты төмен қарай кеттік қой. Осы жерден біз массаны табатын болсақ, екеуін орындарын ауыстыра саламыз. P квадрат өзі тұра береді, өз орнында. 2 өз орнында тұра береді, тек қана массаны орнына енді кинетикалық энергияны көшіріп жаза саламын. Сонда 3-ті квадраттап бөліп тастаймын 2 көбейтілген 9-ға. 3-тің квадрат дегеніміз 9, 2 көбейтілген 9, 9 бен 9 қысқарады, орнында 1 қалады, демек 2-ден 1. Жауабымыз сонда E жауабына келеді. 2-ден 1 дегеніміз ол жарты килограмм, яғни 500 грамм, жарты килограмм дегеніміз 0,5 килограмм. Яғни бізде жауаптарымыз C, E, G екен. Мына жігіттер, қыздар, сабақты соңына дейін көрді деген сенімдемін. Егер соңына дейін көрген болсаң, сен красавчиксің. Сондықтан келесі сабақта көргің келсе, әрине қолда білім беруді ұмытпа. Келесі сабақта кездескенше.